Ертеде ешкі жүні бітеді. Bir күні bir вақтан өтті. Сол вақтан мамаға айтады. Вақтан қасқыр келсе есік ашпаңдар. Мен қалаға кетіп, сендерге шөп сүт әкеп беремін деді. Сосын жабайы анашым дейді, аналары кетеді. Ол ауылға қасқыр келеді, айтады қасқыр. Вақтал, мен сендерді жеймін дейді. Сосын біз саған есік ашпаймыз дейді. Сосын ол мамасының киімін киіп, кебетте айтады. Даусын шешкен. Вақталым, мен сендерге сүт әкелдім. Сүт пен шөп әкелдім дейді. Сосын ол аш қалғанда дұғып қалады бақ жерге. Сосын киінім шешіп қалады. Сосын бәрін жеп қояды, тек кішкентай вағын жемейді. Сосын аналар келеді, айтады мамасына. Анашым, мен ағаларымды, бауырдарымды қасқыр жеп қойды дейді. Сосын қорықпа, оларды қазір алып келеміз дегенде ол кетеді. Сосын ол қасқырдың үйіне кетеді. Сосын қасқыр айтады. Сенен үйге маған келіңдер. Мен сендердің вақтарыңды емес, өзім тамақтар жеп алдым дейді. Сосын ол айтады мамасы. Ей қасқыр, сен мен вақтарымды жегеннен ішіп айтады. Сосын немене дегенде аңшылар келіп оның ішін атады, оның ішіндегі қойды атып шығады, олар аман-сау болып сүт пен шөптен жеп алады. Ертегі бітті.